Мхм. Так. Кісілер енді қосылып жатыр. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Өзімді таныстыра кетейін. Есімім Мақсат Ахметбек. Өзім Қарағанды облысы тумасымын. Қазіргі таңда Астана қаласында еңбек қыламын, осындамын. Өзім мамандық бойынша мен қаржыгермін, финансист. Сол өзім мамандығым бойынша көп уақытты банк саласында жұмыс істедім. Кейін бизнеспен айналыстым, традиционный бизнеспен. Соңғы 4-5 жылда мен тек қана осы желілік бизнес, инфобизнеспен айналысамын. Өзім инфопродюсермін, нутрициолог және сетевой бизнес, MLM бизнестің экспертімін. Менің тікелей ақпарат беруші спонсорым бұл Шыңғыс Далханов Астана қаласынан. Одан бір жоғары Роза Балабиева Астана қаласынан, және ең жоғарғы менің лидерім бұл барлықтарыңызға мәлім, әйгілі компаниямыздың нөмір 1 чегі, супер директор статусындағы Марал Тажикенова менің жоғарғы лидерім. Қазіргі таңда мен осы компанияның партнерымын. Бүгінгі таңғы жаттығуымызды бастайық. Инстаграм сәлем, Телеграм сәлем. Параллельно, қанша кісі отыр? Біраз адам қосылып қалыпты. Енді естеріңізде болар, кім менің таңғы жаттығуларымда жүйелі түрде қатысып жүр. Біз өткен күндерінде 5 жұлдызды үміткер, 5-звездочный кандидат, яғни біз өзіңізді командаңызға шақыратын адамның 5 жұлдызды кандидат деп біз бөлген болатынбыз. Ол қалай? Яғни тағы да бір қысқаша айта кетейін. Мысалы, кез келген бір жұмысқа орналасқан кезде найммен, ол адамның не істейді? Ол адамға қарсы не болады? Нелер қойылады? Талаптар қойылады. Мысалы, жоғарғы білімі бар ма, жаңа жұмыс істейтін сай білімі бар ма, тәжірибесі бар ма деген сияқты бір белгілі бір талаптары болады. Сол сияқты өкінішке орай біздің көбі сетевой бизнесте айналысатын адамдар өзінің командасына бәрін тіркей береді. Туысқан, таныс, жолдас, холодный, горячий бәрін кіргізе береді. Кіргізе береді, артынан сол командасымен шаршап, шалдығып, негатив ұстап жүреді. Неге? Өйткені өзіңіздің командаңызға адам кіргізген кезде өзіңізге бір талап қойған жоқсыз. Мысалы, сол бұл менің жеке өзімнің талаптарым. Сіздікі басқаша болуы мүмкін. Бұл бәрінікінде бірдей болу керек деген бір қағида жоқ. Бұл менің талаптарым. Сіздер соны естіп үйренсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Болмаса бір ақпарат ретінде де қабылдасаңыздар болады. Біріншіден 5 жұлдызды үміткер дегеніміз кім? Мысалы, мен өзім командама адам іздеген кезде бірінші линияма қосатын адамдарға 5 талап қоямын. Соның біріншісі, сейсенбі күні өттік, ол жаңа білімге, жаңа ақпаратқа ашық болу. То есть открытость и обучаемость, орысша айтқанда. Сондай адам болу керек. Оны айттық, неге екенін. Егер бұл туралы қараларыңыз келсе, міндетті түрде бұл өткен сабақтардың запистері менің YouTube каналымда бар, қарап шықсаңыздар да болады, қызықсаңыз. Яғни обучаемость, яғни жаңа білімге құштарлы болу керек. Өйткені неге? Жаңадан келген жобаға қалай да болса да жаңа ақпарат болады, жаңа білім болады, жаңа орта болады, оны қабылдай білу керек. Мен білем, мен оқығам, 20 рет өткем деген әңгіме болмайды. Ондай адаммен өзіңіз қиналып шаршап бағасыз. Екіншісі, бұл сәрсенбі күні айттық, бұл еңбекқорлық, трудолюбивость. Бұл мынандай бір қазір қоғамда қалыптасқан бір қате бір ұғым бар. Мен ақшаны жеңіл табамын, бүйтемін, сөйтемін. Ол рас, өтірік емес, бірақ ол ондай дәрежеге жету үшін ішкі халіңіз өзгерген болу керек. Өйткені үлкен ақша жеңіл табылады, аз ақша қиынырақ табылады, еңбекпен табылады. Сол себепті бірінші үлкен ақшаға жету үшін сол халіңізді өзгертуіңіз керек. Хал өзгерту деген не? Біріншіден сіз, Марғұлан Сейсенбаев айтады ғой, бір нәрсе көп ақша тапқың келсе, бір маман бол дейді. Будь кем-то дейді. Бізде өкінішке орай сетевойға кіріп алады да,
ешқандай біліктілік жоқ, мамандық жоқ, екі ауыз сөз айта алмаймыз, бір нәрсе түсіндіре алмаймыз, адамға мотивация бере алмаймыз, бизнес жүргізе алмаймыз, барамыз да миллиондап ақша тапқымыз келеді. Ол олай емес. Бастапқыда, яғни ондай халге жету үшін кішкене еңбек қылу керек, еңбекқорлық болу керек та. Яғни мысалы ақпаратты біліп алу, тақтаға шығып түсіндіру, осындай мысалы мына зумдарды өткізу, таңғы жаттығуларды өткізу, бұның бәрі еңбек, құрметті партнерлар. Мен екі адамды тіркеп қоям, аяғымды аяққа салып жатам, ақшамаға миллиондап түседі деген ұғымда болсаңыздар, сізде не дейді, қате, негативный денежный установка тұр сізде. Қате. Ол дұрыс емес, ол олай емес. Олай Алла тағаланың жаратқан біздің ғаламымызда ондай заңдылық жоқ. Мен жата берем, ақша аспаннан салбырап түсе береді деген жоқ. Алланың өзі беретін бір байлығы бар, ол бөлек. Біз жаңа айтып отырғанымыз, еңбекпен келетін, табыспен келетін, жетістікпен келетін белгілі бір, рызық. Сондықтан да еңбекқор болу керек адам. Яғни не істейсіз? Ақша табамыз ба? Бай боламыз ба? Путешествияға барамыз ба? Автобус аламыз? Жарайды. Онда тақтаға шықта маркетинг план, мен саған 3 күн, 3 күнде маркетинг жаттап ал да тақтаға шығып айтасың десең, бітті. Жоқ, мен істемеймін, мен қорқам, мен жасай алмаймын, это не мое, міне, кете береді, Яғни еңбекқорлық жоқ. Жатып, біздің қазақша әдемі сөз бар, жатып шерлер, жатып шерлер. Мен оларды паразит деп айтамын, паразит ондай адамдар. Жатып шерлер. Өзінің спонсорына іліп қойып, өзі табыс тапқысы келеді. Болмайды олай. Ондай адам, менің командама ондай адамдар қажет емес те. Ертең өзің жексұрын боласың ол адамға. Ол бір. Бұл енді сәрсенбі күні айттық, екінші қағида. Үшінші талап, бұл кеше біз өттік, орыс тілде өткіздік, таңғы жаттығуымызда. Үшіншісі, ол не дедік? Дайын болу, готовность дедік қой. Кішкене бұны ашып айттық кеше сабақта, қысқаша айта кетейін. Дайын болу деген не? Мысалы, қазақтың тамаша сөзі бар, бұны мен айтудан жалықпаймын. Шәкірт дайын болған кезде ұстаз келеді дейді. Бұл не деген сөз? Наоборот емес, теріс емес. Яғни мен білем, мен шәкіртпін, ал отырыңдар, мен сендерге бәріне үйретем. Неге сен істемейсің, неге сен жасамайсың, неге сен табысқа шықпайсың деген ұғым олай жұмыс істемейді. Яғни шәкірт жетіліп, пісіп, дайын болған кезде сіз не айтсаңыз да бәрін қағып алады да, оны іске асырып жетістікке жетеді қалай да болса. Міне осы. Яғни быть готовым, готовность. Человек должен созреть, дайын болу керек, Кеше біз күшті мысал келтірдік. Яғни не істейді? Сіз піспеген, жетілмеген алманы жұлып алып, алма ағашынан жұлып алып, тістегеннен кейін, жегеннен кейін, о алма қатты екен, қышқылы екен, ащы екен деп, не істейсіз? Шағымданасыз. Алма кінәлі ма, сіз кінәлісіз ба? Әрине сіз кінәлісіз. Алма жетілген жоқ, әлі піскен жоқ. Сіз жұлып алдыңыз оны. Тура сол сияқты готовность, яғни жетілгендік болу керек, дайын болу керек адам. Көп адам ақша тапқым келеді дейді, ал енді ақшаға дайын емес. Жұмысқа дайын емес. Бизнес жүргізу деген бұл бөлек каста адамдар. Соған дайын болу керек. Бизнес дөңгелете білу керек. Дайындық болмаса жоқ, істей алмайсыз. Қанша ақылды бол, жаса, айт, істе, болмайды ол. Ал енді бүгінгі төртінші талаптардың бірі, құрметті партнерлар, төртінші талапты айтайын. Енді бүгін таңғы жаттығуымыздың соңғы күні ғой. Жалғасын понедельник күні жалғастырармыз. Біздің төртінші талап, менің қоятын төртінші талап, бұл саналы болу, саналық. То есть осознанность дейді ғой орысша осознанность, саналы болу. Яғни ол не деген сөз, мысалы. Көп партнерларды байқаған боласыздар, менің тренингімде қатысқан болсаңыздар, Қарағандыда біз мына жерде мықты лидерлар отыр, көріп отырмын. Гүлбарам ханым келді. Гүлбарам ханым қалайсыздар? Мықты директор уровеньдағы мықты лидерлар келіп қапты. Барлықтарыңызды көріп, естіп отырғаныма қуаныштымын. Ақмарал ханым отыр. Білмеймін, басқалары көре ма, көрмей ме.
яғни біз өткен тренингте де оны үйрендік. Енді жалпы ол барлық көп қоғамға белгілі заттар ғой. Яғни отдающий, беретін және алатын халдегі адамдар, бұл энергия басында, Бұдан кейін жертва деген бар, автор деген бар, агрессор деген ұғымдар бар, Міне, саналы деген адам, яғни саналылық, то есть осознанность. Бұл неге кейбір адамдар балалық шақта жүрген адамдар бар, да? То есть детская позиция дейміз ғой. Взрослая позиция, детская позиция деген ұғым бар. Бұл жаңағы жертвадан бөлек, автордан бөлек, детская и взрослая позиция деген бар. Ол қалай? Мысалы, детская позиция дегеніміз не? Сіз барлықтарыңыз танымал ғой. Бұл әрдайым шағымданатын адам, бала сияқты еркелей беретін адам, Яғни, былай қарасаңыз, жасы ұлғайған, 40-қа келген, 30-ға келген, 50-ге келген, бірақ ішкі халі бір кішкентай бала сияқты әлі. Әгі бір подростық сияқты. Әгі 20-ға толмаған бір жасөспірім сияқты, да? Яғни, бұл адамда әлі толық қанды саналық, то есть осознанность әлі қалыптаспаған. Енді ойлаңызшы, бәлкім жасы 30-да, 40-та, бәлкім 50-де сіз сол кісімен бизнес жасауға кірісіп жатсыз. Ал енді сіз не істейсіз? Ол адаммен партнер ғой, ол сізбен. Ол партнер деген кім? Ол найымдағы жұмыс емес, адам емес ол. Барып, мынаны істе, саған зарплата төлеймін деген ұғым жоқ бұл жерде. Бұл сетевой бизнеста найым деген ұғым жоқ. Бұны алып тастайықшы. Мен 9-да келем, 6-да кетем, бәлен күні демалам, анау болады, маған зарплата. Жоқ, сетевой бизнеста ондай ұғым жоқ бизнеста. Егер сіз бизнес жасап жүрген болсаңыз, өзіңізге жауапкершілік аласыз. Ал енді ойлаңызшы, заң бойынша жұмысқа алу, бизнесқа 18-ге толмаған жасөспірімді баланы алуға бола ма? Болмайды. Заң жүзінде де болмайды. Неге болмайды? Сұраққа жауап берейікші. Неге болмайды? Өйткені ол жасөспірім, делік 13, 15, 16 жасар бала дейікші, жасөспірім. Әлі кәмелет жасқа толмаған, не істейді? Оның ешқандай жауапкершілікке тарта алмайсыз ол адамды. Ол адам әлі де саналы түрде өзіне жауапкершілікті алуды білмейді. Ол әлі үйренбеген, өйткені мына ойы, әлі жетілмеген. Ондай ұғымдарды қабылдай алмайды, түсіне алмайды. То есть детская позиция, бала әлі. Сіз оны ойлаңызшы, бір 10 жасар балаңызға бар жұмысте, ақша тап, жауапкершілікті мойныңа ал десеңіз, бұл ақылды адамның ісі ме? Жоқ. Ақылды адамның ісіне жатпайды. Ертең сіз ол балаға жауапкершілікке тарта алмайсыз. Оны неге істедің, неге істемедің деп айта алмайсыз ол адамға. Неге? Өйткені ол әлі бала, жасөспірім, кәмелет жасқа толмаған, әлі осознанность дейміз ғой, жаңағы саналылық жоқ әлі, жетілмеген, әлі жасы ұлғаймаған. Ал енді ойлаңызшы, біздің қатарымызда жасы 30-40-қа 50-ге келсе де, әлі саналық толмаған, жетілмеген, іштей әлі бала, жасөспірім сияқты жүрді. Енді ойлаңыздаршы, сондай адамнан не сұрайсыз? Не сұрай аласыз? Қандай жауапкершілік арта аласыз? Ол адам өзіне қандай жауапкершілік алады? Қандай шешім қабылдай алады? Қандай әрекеттер жасай алады? Біз өткенде сабақта айттық, яғни авторлық халге келу үшін нужно делать смелые поступки дедік. Яғни, не істеу керек? Шешім қабылдап, өзіңізге жауапкершілікті алып, не істейсіздер? Әрекетке көшесіздер. Енді 13 жасар баладан қандай әрекет күтесіз? Істесе, нұр үстіне нұр. Ол жетілгеннің белгісі, Ал істемесе, одан ешқандай спрос жоқ. Өйткені әлі ұлғайған жоқ. Санасы әлі жетілген жоқ. Енді ойлаңыздаршы, біздің командамызда, арамызда жүрген партнерлардың ішінде жасы 40-та, 50-де болса да, бірақ санасы әлі кішкентай бала сияқты. Оның белгілері қандай?
бір жауапкершілік, мысалы айтасың, бәленше сағатта бәленше іс бар, сол жерге барайық. Келмейді. Неге келмедің десең, өзіңе ренжиді. Мен ауырып қалдым ғой, анау болып қалды ғой, қонақ келіп қалды ғой, бірдеңе болып қалды ғой, жаңбыр жауып кетті ғой. Көрдіңіз ба? Әлі ішінде балалық тұр да әлі. Мың бір сылтау айта салу, өтірік айта салу, өзін алдай салу, сізді алдай салу. Бұл балалық қой, балалық. Енді мысалы, сіз балаға ренжисіз бе ондай нәрсе? Мысалы, бала сізді, делік сіз кәмпит жеме дедіңіз балаға, бірақ бала барады да не істейді? Кәмпит жейді. Тіс ауыратын біледі, әлі түсінбейді, әлі ұқпайды, өйткені мына жері әлі жетілген жоқ толық. Сіз енді сол балаға ренжисіз бе? Ренжімейсіз. Жазалайсыз ба? Жазаламайсыз. Не істейсіз? Әр қарай ақылыңызды айта бересіз. Енді ойлаңызшы, тура сол сана сезімде жүрген 40 жастағы, 30 жастағы, 50 жастағы жасы ұлғайған, бірақ санасы баладай кісілер сізге партнер болып келеді. Сіз не істейсіз? Сіз үлкен қателікті жасайсыз. Оған барасыз да жауапкершілік артасыз. Оған сенім артасыз. Презентацияға адам шақыр дейсіз. Бір тапсырма бересіз. Мынаны жасай ғой, ертең сен спикер болып келесің дейді, мысалы. Барайық, сен мысалы продукцияны айт, мен маркетингті айтайық, ертең презентация жасайық дейді. Деп келісесіз. Ол иә дейді сізге. Соңын барады да не істейді? Бір күн қалған кезде, мен ауырып қалдым, мен бармайтын болдым, мен қорқамын, кісі келіп қалды, күйеуім жібермей жатыр. Мың бір сылтау. Бұл не? Бұл балалық. Бұл балалық. Бұл саналықтың әлі толыққанды жетілмегеннің белгісі. Инстаграм, сәлем. Толыққанды әлі, ішінде әлі бала отыр. Ребенок. Позиция детская. Я мен ұмытып кеттім деп айта алмайды. Мен қорқамын, мен шешім қабылдай алмаймын деп айта алмайды. Өз-өзіне айта алмайды ондай. Сізге де айта алмайды. Неге? Бала сияқты қорқып қалады да. Қорқып қалады. О, Күләш ханым, қалайсыз? Шымкент жақ қалай? Кімдер отыр тағы? Алия ханым, Ақтөбеге жалын сәлем. Мен танитын кісілерден. Ақмарал ханым, Шымкентке үлкен сәлем. Сәнімгүл ханым, Ақтөбеге жалын сәлем. Ой, мықты лидерлар отыр ғой. Прям марқайып қалады екенсің. Рахмет. Сенімдеріңізге көп рахмет. Енді қараңыздар, яғни жалғастырайық, иә? Ойлаңыздаршы, әлі саналығы жетілмеген, то есть нету осознанности, орысша айтқанда. Осознанность. Иә? Осознанность деген түп тамыры қандай сөздің? Знать, білу, иә? Түсіну, қабылдай білу. Иә? Ал енді ойлаңызшы, сіз лидер ретінде, спонсор ретінде, иә? Оған бағыт бересіз, айтасыз, бүйтейік, сөйтейік, мынаны жасайық, шешім қабылдайсыз, командный бір жұмыс жасайсыз. Ол барады да соңғы мезетте сізді подводить етеді. Келмей қалады, істемей қалады, бармай қалады, телефонға жауап бермей салады. Бұл не? Бұның бәрі балалық, детская позиция. Ол өзін әлі де үлкен, ұлғайған, жасы үлкен адам ретінде өзін сезінбейді. Сезінгісі келмейді. Сезінгісі келмейді. Неге? Потому что ей выгодно. Психологияда білесіздер ғой, психология туралы айтпай қойық. Ей выгодно. Ал енді бұл адамдар неге жүр дейсіздер ғой? Бұл адамдар неге жүр? Неге сетевой бизнесқа келгісі келеді да, түк жасағысы келмейді, жауапкершілік алғысы келмейді? Неге? Почему это происходит? Неге? Потому что оның бір жалғыз себебі бар. Бұл адамдар өмірінде бір нәрсені өзгерткісі келеді, сұрағысы келеді, жасағысы келеді, бірақ жауапкершілік алғысы келмейді. Ол кісіге удобно келіп, иә, мен келем, спонсор маған істеп береді. Мен ешқандай жауапкершілік алмауым керек, ешқандай шығымды алмауым керек. Мен үшін бәрі істеліп беріп, мен бүйтіп ақшаны ала қойым керекпін деген сөз.
Так, Ұлжан ханым, камераңызды өшіре тұрыңыз. Рахмет. Яғни, ол адам не үшін келіп отыр? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Біз білеміз ғой, состояние авторадан, яғни автор, сіз өзіңіздің өміріңіздің иесісіз, е? Ол адам, егер сіздің командаңызға сондай адамдар көп келіп жатса, өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Неге? Неге детский позициядағы адамдар өзіне жауапкершілік алғысы келмейтін, бала сияқты өз-өзіне әрекет ететін адамдар неге сізге келе береді? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ол адам кінәлі емес. Кінәлі емес ол адам. Өйткені ол кісінің дамыған деңгейі, білгені, көргені, тоқығаны сол деңгейде. Сұрақ сізге неге ондай адамдар келіп тұр да? Неге сіз өзіңізге сетевиктерді, мықты партнерларды кіргізгіңіз келеді, бірақ сізге бала позициясындағы, жертва позициясындағы адамдар көп келе береді? Неге? Вот сол сұрақты өзіңізге қойыңыз. Проблема ол адамда емес, проблема сізде. Бұл Алла тағала, мен тағы да айтайын, бұны бір шешілмейтін бір проблема, бір басыма бір пәле сияқты қарамаңыздар. Ни в коем случае. Олай емес. Сол адамдар арқылы, иә, сіздер чатта бірдеңе жазып жатсыздар, иә? Мен кішкене ойым бөлініп кетіп жатыр. Не жазып жатсыздар? Оқишы. Не жазып жатсыздар? Өзі бала, керемет. Рахмет, Алла разы болсын. Егер жаңа айтып жатқан нәрселерім ұнап жатса, өтіп жатса, мен әрдайым айтамын, бәрі Алладан, менен емес, құрметті партнерлар. Мен ақылды болғаннан, білгіштігімнен емес. Бұны қазіргі таңда Алла тағала менің аузыма салып беріп отыр. Сіздер бұны естіп біліп, сіздерге өтіп жатса, демек бұл сіздерге керек. Алла тағала мені себеп қылып, сіздерге бұны жеткізіп отыр. Көрдіңіздер ме? Әркімнің өзінің тағдыры, өзінің өмірі, өзінің сынағы, өзінің айнасы болады, е? Сондықтан да бұны міндетті түрде сен бұлайсың, анау ондайсың деп позициядан қарамаңыздар, жертва позициясынан қарамаңыздар, автор позициясынан қараңыздар. Яғни, мен бұл жерде не түсінуім керек, не тоқуым керек өзіме, не алуым керек деген. Яғни, өзіңіздің позицияңыздан, жауапкершілікті өзіңізге алу арқылы жасайсыздар, иә? Сол кезде, құрметті партнерлар, әрдайым сізде іштей не болады, даму болады. Әрдайым сіз Алла тағаланың естуші позициясында боласыз. Жаңа айтқандағымдай, сіздерге сондай адамдар келіп жатқан болса, ол сізді есе раздражает, сізді жыныңызға тиіп жатса бұндай адамдар, не болса командаңыз адамдар, демек Алла тағала сол адамдар арқылы сізге бірдеңе айтқысы келіп тұр. Демек сіздің ішіңізде сондай бір өзгертетін, дамытатын, бұл жаман емес. Ни в коем случае біреуді жамандау мақсатында айтып тұрған жоқпын. Бұл жақсы, бұл наоборот. Бұл керісінше, бұл сіздің точка роста. Демек Алла тағала сізге соны басып көрсетіп айтып тұр. Ей, мысалы, сәнімгүл құлым, мәнім, осындай жақтарыңды кішкене көңіл бөлші, мынаны өзгертші, мынаны жасашы, мынаны жақсартшы деген сияқты. Или мынаны ұлғайтшы деген сияқты. Яғни, әркім өзіне ғана өңілу керек та. Өзіне ғана өңілу керек. Көрдіңіздер ме? Яғни, сіздің ішкі халіңіз қандай болса, соған қарай сізге адамдар келеді. Соған қарай сол түрде адамдар сізге келе береді. Енді уақытымызда толып қалыпты, құрметті партнерлар, құрметті қонақтар. Яғни, жаңағыдай барлық сөзімізді кішкене тұжырымдайтын болсақ, резюме жасайтын болсақ, яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, таңғы жаттығудың, ол 5 жұлдызды үміткер, кандидат, сіздің партнер ретінде болатын кандидаттың не істейді? 4-ші талабы бұл саналы болу. Саналы, то есть быть осознанным, орысша айтқанда. Саналық бұл өте маңызды
бір талаптардың бірі. Сіз өзіңіз саналы болсаңыз, сізге де сондай адамдар келе бастайды. Қашан сіз өз саналығыңызды дамытсаңыз, ұлғайтсаңыз, соған ұқсас адамдар сізге келе бастайды. Саналы. Мен жаңа айттым ғой, мысалы 5 жұлдызды үміткердің ішінде кемінде 3 талап мен сол адамда көре алсам, сондай адамдармен мен жұмыс істегім келеді. Ондай адамдарды мен өзімнің бірінші линиямда, партнер ретінде, командамда міндетті түрде көргім келеді. Әрине, ол кісі де қаласа, мен қаладым деп, ол кісі қаламаса, ол да болмайды. Өткенде айттық, біздің командамызда, әсіресе сетевой партнерлардың арасында сондай көп реніштер болып жатады. Менің партнерімді алып кеттің, анау болды, мынау болды, или мысалы потенциальный партнерға ренжіп жатады кейбір адамдар. Мен бірінші ақпарат бердім ғой, сен неге анаған кетіп қалдың? Міне, бұл жерде саналық. Санасы толық адам, жетілген адам, рызықтың бәрін Алладан екен білеміз, Егер ол адам сіз бірінші ақпарат берген болсаңыз да, бірақ соған қарамастан ол кісі басқа партнерға, басқа бір жерге кеткен болса, саналы, то есть осознанный человек бұны қалай қарайды? Демек, бұл менің адам емес, менің рызығым емес, менің рызығым әлі алда. Алла тағала реттеуші, білуші, әр-разақ деген есімі бар, сөйтіп қабылдайды. Ал егер санасы жетіспейтін адам, әлі толық жетілмеген адам не істейді? Негатив ұстайды. Не дейді? Сен неге кеттің? Анаумен ұрсады, мынаумен ұрсады, анаған айтады, негативті таратады. Өзі энергиясын сливать етеді. Міне, көрдіңіз ба? Саналық қалай да болса, бизнес, қарым-қатынас, кез келген нәрседе тек қана сіздің көмекшіңіз болатын нәрсе. Сондықтан да өзіңіз саналы болыңыздар, және сіздің партнерларыңызда санаға толық және бай болсындар. То есть осознанный, быть осознанный, в осознании, орысша айтқанда, осознанность. Яғни мақсатымызға рахмет, көп керемет сабақ. Әлия ханым, біз кімбіз, Алланың таратып жатқан рызығына, ол менікі, анау сенікі, бүйтіп, сөйтіп, анаған ренжіп, мынаған ұрсып, бәрін реттеуші Алла тағала, біз оның құлымыз. Біз тек қана бұл жұмысты атқарушымыз. Адамға ренжіп, оған негатив жасап, қажет не? Аллаға тәуекел етеміз, Аллаға сенеміз, Алла тағала сізді рызығыңызды береді. Тек қана өзіңізге алған жауапкершілікті, толыққанды жауапкершілікпен істеңіздерші, Алла тағала сізді ренжітпейді. Алла тағала сіздерді шексіз жақсы көреді. Шексіз. Рахим және Рахман есімі бар. Шексіз жақсы көреді. Тек қана сіз іштей дайын болыңызшы. Бітті, Алла тағала сізге үйіп төгіп бәрін береді. Сол, құрметті партнерлар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбымыз осы, яғни 4-ші талап, саналық осознанность. Барлықтарыңызға сондай болуыңызды тілеймін. Алла тағала бәрімізге сол саналықты нәсіп етсін, сондай партнерлар нәсіп етсін. Бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар, партнерларыңыз өсе берсін, өркендей берсін, биік белестерге жете беріңіздер. Бүгінгі жұма барлықтарыңызға бірдей мүбарак болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Кішкентай бір анонс, әдеттегідей, мен әрдайым ертең Алла амандығын берсе, сенбі, суббота және жексенбі күндері Алла нәсіп етсе, Қарағанды қаласында боламын. Сол жерде городской презентация өткіземіз және ертесі күні тренинг өткіземіз. Егер партнерларыңыз болса, таныс тамырларыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Новичоктарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Әдеттегідей жақсылап тұрып, компания, продукция, маркетинг план, мотивацияны әдемілеп тұрып береміз, командный игра жасаймыз, күшлеп тұрып бір жұмыс істейміз. Қарағанды амандық болса дайын, афишаларым бар, амандық болса, жаңа бүгінде қайталап бәрін саламын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Ұлжан ханым. Сұрақ қойға бола ма? Бұл жерде, пожалуйста, қойыңыз, жарайды. Бұл жерде сұрақ форматы жоқ. Тыңдап тұрмын сізді.
не дейді ғой, в дальнейшем дей ма, или скоро уже енді дей ма, выращивание болады деп айтты ғой бізге. Сол қаншалықты рас? Мысалы, супердиректор болу үшін екі жақтан екі директор өсірген болу керек деді. Сол қаншалықты рас? Ол рас. Енді бұны құрметті партнерлар, бұндай сұрақтармен негізі сіздің спонсорларыңызға, вышестоящий лидерларыңызға сұрақ қойғандарыңыз абзал бұндайда. Сұрадық қой, сосын бізге айтты ғой, утверждать еткен жоқ, айтпаңдар анау мынау. Жоқ, неге бұны? Жоқ, Ұлжан ханым, Ұлжан, сен кімнен сұрадың? Мақсат ханым, Мақсат мырза, саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Бізде Шымкентте презентация өтіп жатса келесіз ба сіз? Ұлжан, ол вопросты маған қойса, не қыласың Мақсат мырзаға қойып? Иә. Мен ешкімнен сұра, мен саған жауап бере алмасам, онда Мақсат мырзаға шық, жарай ма? Иә, құрметті партнерлар. Мақсат мырза, сіз Шымкентте презентация өтіп жатса келе аласыз ба? Сіздің сабақтарыңыз ақсаңыздар келемін, қатты ұнайды ғой маған ше. Қатты ұнайды маған сабақтарыңыз. Мына жақта бәрі Алладан. Құрметті партнерлар, менің Instagram парақшам және YouTube парақшамда тағы да бір кішкентай бір анонс айтайын. Кейіннен қосылып жатқан жаңадан партнерлар бар екен, көріп жатырмын. Мен бұрынғыдай өзімнің сабақтарымды жалғастырудамын. Понедельник, среда, пятница күндері кешкі 8-де общий информационный зум. Орысша, қазақша араластырып анонстарын жасап отырмын. Яғни ол жерде толыққанды компанияның презентация, продукция, өнімдер, жаңағы маркетинг план, жаңағы кейінгі анонстарын түгел береміз. Егер бүкіл бұл зумдардың бәрі менде сақтаулы, запистері бар, менің YouTube каналым Мақсат Ахметбек деп YouTube каналыма кірсеңіздер түгел сақтаулы. Қажет болса, менің Telegram және WhatsApp каналдарын жаңа көрдіңіздер, кейіннен ашқан Мақсат Ахметбек. Сол жерде бүкіл сілтемелер негізінде бар, бәрін қарасаңыздар болады. Сондықтан да бұл кейіннен болған анонстарды, құрметті партнерлар, дұрысы өз спонсорларыңызға, лидерларыңызға ашық сұрақ қойып, бұны талқылап, спонсорларыңыздан сұрағандарыңыз абзал. Бұл сетевой маркетингтің системасы. Бұл тәртібі, әдеті. Жаңағыдай орысша айтқанда через голову прыгая, жаңағыдай ондай жасамаған абзал, міндетті түрде. Бірақ жаңа Күләш ханым айтты ғой, ондай өзгерістер, толықтырулар болғалы жатыр, ол өтірік емес, міндетті түрде оны мен соңғы қашан сәрсенбі күні презентация жасадым, сәрсенбі күні қазақ тілінде маркетинг план түсіндірген болатын, YouTube-та сақтаулы. Сол жерде бұл өзгерістер туралы мен ақпарат берген болатынмын. Негізінде Явер Мусаевичтің видеосы бар, бұл өзгерістер енгізілді, қосымшалар, дополнение дейді ғой. Ол бар, міндетті түрде бұл ақпаратты алу үшін өзіңіздің спонсорыңызға, лидеріңізге хабарласыңыздар. Бұндай ақпаратпен спонсормен жұмыс істегеніңіз абзал. Өйткені сетевой маркетинг және командный работа деген осымен белгілі болады да. Яғни сіз өз спонсорыңызбен жұмыс істемей, басқа біреулерден сұрап алсаңыздар, дұрыс ақпарат алмай қалған болсаңыздар, кей жерде негатив ұстап қалуыңыз мүмкін, міндетті түрде спонсорыңызбен жұмыс істеңіздер. Сұрақ бар ма? Спонсорыңызға хабарласасыздар, маған консультация керек. Консультация керек сіздерде. Өзіңіздің спонсорыңызбен хабарласыңыздар. Сұрағым бар, түсінбей тұрған нәрселер бар, осындай бір сұрақтар туындап жатыр дейсіздер, өзіңіз спонсорыңызға міндетті түрде хабарласыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Клара ханым? Менде дәл осы вопрос, бүгінгі айтқан сабағыңыз менің жүрегімнің төріне орын алды. Дәл осы записіңізді чатқа жібере аласыз ба? Осы упражнение бүгінгі. Жаңа айттым ғой, бұның записі болады, соңген ол чатқа мен міндетті түрде сілтемесін берем, ешқандай шектеу жоқ, көріп қайтадан нетсеңіз болады. Ешқандай не. Сау болың, рахмет. Алланың берген білімін мен ешкімнен аямаймын, ол менің білімім емес, Алланың беріп жатқан білімі, сондықтан да еш шектейтін, аяйтын тұсы жоқ бұл жерде. Әрдайым менің YouTube каналымда барлығы бар. Әрдайым қарай аласыздар. Құрметті партнерлар, бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы және жақсы өтті деп ойлаймын. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Осымен аяқтайық, кішкене созыңқылап кетті. Жұма күндеріңіз қабыл болсын, демалыс күндеріңіз сәтті болсын. Келесі понедельник, жаңа айтқандағымдай, әр
әр понедельник, вторник, среда, пятница күндері менің таңғы жаттығуым Астана уақытымен 10-да, осы телеграм каналымда, зумда кешкі 8-де әрдайым менің презентацияларым болады. Ұнап жатса, пайдалы болып жатсаңыздар, міндетті түрде қосылып көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Инстаграм сәлем, телеграм сәлем. Қош саламатта болыңыздар. Керемет.